Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Менің аты жөнім Айнаев Ернұр Исабекұлы. Мен уролог-андролог дәрігер. Мен парақшама тіркеліп алыңыздар. Осы парақшамда мен ерлерге қатысты пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі біздің тақырып ол сүндеттеу жайында болады. Сүндеттеу дегеніміз не? Соны айта кетейін. Сүндеттеу дегеніміз ол ер балалардың мынау мүшесінің басындағы шеткі тіні болады. Сол шеткі тінді кесіп алып тастау. Бұрынғы кезде сүндетке отырғызатын кезде балаларды ешқандай жансыздандырусыз жасалған болатын. Балаларды жылатып, шыңғыртып, психологически травма қылып. Қазіргі кезде медицина дамып жатыр. Дамыған медицинаның көмегімен бізде мынандай обезболивающий препараттар бар, лидокаин, новокаин сияқты препараттарды біз мүшенің басына саламыз. Сол мүшенің басына салғаннан кейін ол жергілікті жансыздандырып, бала ештеңені сезбей обрезание жасап жатырмыз. Бірақ бұл лидокаиндарды, именно лидокаинды мүшенің басына жансыздандыру үшін салатын кезде, бұл мүшенің ішіндегі егер кавернозный телоға өтіп кететін болса, бұл үлкен зияндық алып келетін болады балаларға. Сол үшін қазіргі кезде медицина бір орында тоқтап қалған жоқ, ол ары қарай дамып келе жатыр. Одан да жақсы препараттар шықты қазіргі кезде. Мысалға айтатын болсақ, севаран сияқты препараттар қандай пайдалар бар екенін мен перечислять етіп кетейін. Мысалы, баланы біз маска арқылы ұйықтатамыз. Маска береміз, бала ұйықтап қалады. Бұл медикаментозный сон деп аталады. Бұл жақта ешқандай наркоздық зат емес. Балаларға ешқандай седативный заттар берілмейді. Бала тек қана ұйықтап жатады. Обрезанияны во сне жасаймыз. Бала ештеңені сезбейді, ауырмайды, білмейді, психологический травма болмайды, қанамайды. И хирургтарға да жасаған урологтарға да жеңілдік болады. Әдемі шығуына көмектеседі. Одан кейін бала оянғаннан кейін ешқандай психологический травма алмайды. Мынау лидокаинмен салыстырғанда, лидокаинді да біз айтып жатырмыз ғой, ауырмайды, бірақ көп балалар дайындықсыз келгендіктен психологический травма алып қалу мүмкін. Мысалы, кей кезде балалар естіп жатамыз, ондай жағдайлар көп емес, бірақ бар. Кейбір балалар обрезаниядан кейін кіші дәретін ұстай алмай қалып жатады. Энурез дейді, түнгі энурез, ол психологическая травманың салдарынан болады. Немесе кейбір балаларда обрезаниядан кейін кекештеніп қалды деп жатқанда естіп жатамыз. Сол үшін медицина бір орында тұрған жоқ. Ол күннен күнге дамып келе жатыр. Жаңадан шығып жатқан препараттарды, жаңадан шығып жатқан әдістерді бізде қолдану керекпіз. Сол әдісті біз қазір қолданып жатырмыз. Баланы ұйықтату арқылы сүндетке отырғызамыз. Сол үшін сүндетке отырғызатын болсаңыздар, келіңіздер. Тағы да айта кететінім, баланың мүшесі сүндетке отырғызу үшін мүшесі дайын болу керек. Бұлай мүшесі полностью шығып отыру керек. Көп балаларда қазір мүшесі мынау ішкі майдың ішіне тығылып орналасқан. Ол балаларда сүндетке отырғызуға болмайды. Сүндетке отырғызу үшін бірінші баланы осмотр жасау керек. Мүшесі дайын ба, дайын емес па, соны қарау керек. Өте көп кісілер телефон арқылы сұрап жатады. Балам 7 күндік, балам 1 айлық, балам 5 айлық сүндетке отырғызса бола ма деп. Біз айтатынымыз, баланың мүшесі дайын болса, біз сүндетке отырғыза береміз. Оның ешқандай отырғызатын күні, отырғызатын уақытысы жоқ. Кейбіреулер сұрап жатады, жаз айында ма, күз айында ма, қай кезде отырғызса болады деп. Ешқандай уақыт жоқ сүндетке отырғызатын. Сол үшін баланың мүшесі, бастысы дайын болса, болды, біз отырғыза береміз. Екіншіден, балада қазіргі кезде көп кездесетін жағдай басының фимозы бар дейді. Фимоз мүшенің басының, шеткі тінінің басының жабылып қалуы. Сол жабылу арқылы баланың басында қабыну пайда болады. Ол қабыну кезінде сүндетке отырғызуға болмайды. Қабынуды бірінші емдеп алу керек, одан кейін барып отырғызамыз. Өкінішке орай біздің әріптестер көбінесе жаңа қабыну кезінде сүндетке отырғызып тастап жатады да, содан кейін барып жазылу өте ұзақ болады, балалар өте қатты қиналады. Сосын тағы бір жағдай, баланың мүшесінің басы, көп мамалар, аналар сұрап жатады, қандай әдіспен жасаған кезде
жақсы жазылады или қандай әдіс дұрыс деп сұрап жатады. Бұған мен айтарым, ол әдіс емес, ол мүшенің басына байланысты. Егер мүшенің басы, шеткі тіні ашық болатын болса, онда оны немен кессе де, лазермен кессе де, электрокоагулятормен, электроножбен кессе де, қайшымен, скальпельмен кессе де, ол бір уақытта жазылады. Ал егер басы жабық болатын болса, онда оны немен кессе де ол ұзақ жазылады. Сосын айтатыным, электрокоагулятормен, жаңағы лазермен, традиционный қайшымен, пышақпен кескендегі, скальпельмен кескендегі айырмашылық, лазермен, электрокоагулятормен кескен кезде кішкене ожог болады да, жазылуы бір күн, 2 күнге ұзақтау болуы мүмкін. Ал қайшымен кесетін болса, ол қанайды, егер коагулятор болмаса, операция кезінде қиындықтар тудырып жатады. Сол үшін былай қатты айырмашылық жоқ. Мүшенің басын немен кесу керек деген, бастысы ауыртпау керек, баланы қинамау керек, балада психологический травма болмау керек. Егер балаларыңыз мүшесі дайын болған болса, алып келіңіздер, жасап береміз. Мүшесі дайын болмаған болса, приемға алып келіңіздер, көріп қарап береміз. Мүшесі дайын ба, неге дайын болмаса, неге дайын емес, қалай дайындау керек екенін бәрін түсіндіретін боламыз. Егер бұл ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, төменге комментарий мен отзывтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Келесі жолы қандай видео түсіру керек екендерін жазып кетсеңіздер, біз міндетті түрде сол видеоларды түсіретін боламыз.